Ассалаумағалейкум қымбатты көрермендер. Бүгінгі оқиға өгей ананың залымдығы, бастан өткен оқиға. Бала кезімде жазды күні нағашы әжемнің үйінде болатынымды талай рет жаздым. Сол баяғы масахананың ішінде ызыңдаған масан ұрып, шегірткенің даусын естіп, уғлап-шулап жатқанымызда әжем марқұм "Ей жүгірмектер, ұйықтаңдар" деп зілсіз айқайлайды. Бір кезде оның "Егер ұйықтамасаңдар, қорқынышты әңгіме айтамын" дейді. Бізге керегі де сол, тым-тырыс бола қаламыз. Өткенде қайтыс болған шалдың асына барғанда естігенмін. Бір кісінің әйелі бала үстінен қайтыс болып, оның артында 2 баласы қалыпты. Сүйген жарынан айырылған еркек біразға дейін үйленбей жүріпті. Бірақ әйелсіз үй қаңырап тұрады ғой. Үйдің берекесі кетіп, 2 балаға ана іздеп, ақыры таныстарының арқасында бір шүйке басты әкеледі. Әлгі келіншек әдегеннен туыстары мен көрші көлемге ұнап қалады. Момын, көп сөйлемейді екен. Үй шаруасына да тындырымды келіншегіне күйеуі де риза болыпты. Бұл кезде кіші ұлы 2 жасқа келіп, үлкені 4 жаста екен. Кішісі өте мазасыз, беймаза болғандықтан жаңа түскен келінді онша-мұнша жақтыра бермепті. Өз құрсағынан шықпаған баланы кім бауырына бірден баса қойсын? Енесі мен атасы оған аса мән бере қоймапты. Солай уақыт жылжып жүре береді. Бір күні ата-енесі кіші ұлды үйлендіріп, соның қолына кетеді. Ал күйеуі болса машинист болып темір жолда жұмыс істегеннен соң кейде апталап жолда болады екен. Кіші ұл анасын сағынады ма, әлде уызына жарымай еңбегеннен бе, кім білсін? Әкесі жолға шыққаннан аңырап жылай береді екен. Осы кезде өгей ананың ішіне сайтан кіріп, 2 баладан құтылудың жолын іздейді. Бұлар өздері разъездің дәл жанында тұрғандықтан өгей шешеге бұл тиімді болады. Сөйтеді де 2 баланы қолынан жетектеп, поезд жолдың үстіндегі рельске байлай бастайды. "Апа, не істеп жатсыз?" дейді үлкені күлімсіреп. "Осы жерде жатсаңдар, қазір поезд келеді, соны көресіңдер. Қозғалмаңдар, жарай ма?" дейді өгей ана алдаусыратып. Қуанып кеткен 2 балақай мәз болып жатады. Сөйтеді де өгей шеше сәбилерден құтылғанына мәз болып үйге қарай қаша жөнеледі. Сәбилердің алаңсыз аспанға қарап жатқанына да біраз уақыт өтеді. Бұл кезде кеште батыңқырап қалған еді. Біреуі былдырлап, екіншісі күлімдеп поезді күтіп жатқанда гүрілдеген паровоздың дауысы шығады. Қатты шыққан дауыстан қорқып кеткен қос құлыншақ шырқырап жылай бастайды. Үлкені байланған жіпті итергенімен күші жетпейді. Осы кезде Құдайдың құдіретімен паровоз кілт тоқтай қалады. Ішінен машинист пен көмекшісі шығып, жерге қараса 2 сәбидің тыпыршып жылағанын көреді. Жалма-жан екеуін шешіп хабарландыру береді. Кейін машинисттен сұраған ғой, "Қалайша білдіңдер?" деп. Сонда әлгі жүргізуші, "Қатты зырғып келе жатқан едім. Бір ақ киінген келіншек қолындағы қызыл орамалымен қол бұлғай берді. Шошып кеттім де әрең тоқтай қалдым. Тоқтағаным сол еді, әлгі әйел жоқ болып кетті. Есесіне мына 2 сәбидің жатқанын көрдім" депті күрсініп. "Құлындарым, аналарыңның тілеуін тілеңдер. Сорлы шеше бала үшін отқа түседі, шоққа да табаны күйеді. Әкемді алсаң ал Құдай, шешемді ғой, шекпен тоқып берсе де өлмеймін ғой" дегені екен бір байқұс. Әкенің жақсы көргені жездедей ақ. Әйел өлсе олар төсек жаңғырта салады. Сондықтан да ұйықтар алдында "Анашыма ұзақ өмір бер деп ұйықтаңдар" деп әңгімесін аяқтады. Сол әңгімеден кейін қанша жылдар өтсе де, поездға мінер кезде әлгі қос сәбиді арашалап қалған ананың әруағы елестейді. Аналарымыз аман болсыншы.